Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіз. Лүпіл басып, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Атыңа батса алтын ер, атып ұр да отқа жақ. Біреуді асыра мақтама, кейін бір кемшілігін көрсең, сөгуге сөз таппай қаларсың. Содан кейін біреуді жатып кеп жамандама, кейін бір жақсылығын көрсең, мақтауға сөз таппай қаларсың. Әуелі адам болсаң өзіңді біл, адамға сөйлейтұғын сөзіңді біл. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар, қай жаста не істейтін кезіңді біл. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өз-өзіңнен есеп ал. Өмірде жалтақ болмаңдар, біреудің аузына қарап, соның айтқанына көніп, айдауында жүруді ізеттілік осы екен деп жаңсақ түсінбеңдер. Жалғыз қалған қариядан сұрады: балаларыңызды сағынып жүрсіз бе? Қария былай деп жауап берді: балаларымның балалық шағын сағындым. Өйткені ол кездері мен үйден аз уақытқа кеткенде балаларым жылап сағынатын. Есіктен кірсем, олар мені күлімдеп, қуанып қарсы алатын. Үйде болмасам, олар мені іздейтін. Менсіз тамақтарында жегісі келмейтін еді. Енді бәрі керісінше, есею деген ессіз болу ма деп ойлап қоямын. Ата-аналарымыз бұндай күйге түспесін. Дүниеде барлық нәрсе қайта оралатынын ұмытпайық. Қарияны қасиетіне қарай қазақ қалай атаған? Отбасы, ошақ қасынан ұзап шықпайтын, түтін аңдып үй аралап өсек айтатын кісіні шал деген. Бір әулеттің қорғаны сүйеніші болып, айрандай ұйытып, уықтай тіреп отырған кісіні қария деген. Тұтас бір ауылдың жоқ жітігін түгендеп, жыртығын бүтіндеп, тентегін түзеп, азаматын ардақтап отыратын кісіні ақсақал деген. Бүкіл елдің сөзін сөйлеп, дау-дамайын шешіп, ұрпақ бойына ұлттық рух, ізгі қасиеттерді сіңіріп отыратын, әр сөзі Құран хадистеріндей қасиетті қадірлі кісіні абыз деген. Жалпы шал деген араб тілінен аударғанда өлмей әлі жүрсің бе дегенді білдіреді екен. Сөздің мағынасын білмей, әкесіндей адамдарды шал деп сөйлейтін адамдар сөйлегенде абай болыңыздар. Біреу Алладан сұраған: егер барлық зат тағдырымызға жазылып қойған болса, армандаудың не керегі бар деп? Алланың жауабы: мүмкін тағдырының кейбір бетін сен армандағандай жазармын деген екен.